Туған жерге тағзым ету әр азаматтың перзенттік борышы. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас дегендей, әрбір қазақ баласы өзінің туған жерінде туылғанына мақтанып, қай жерде жүрсе де айтып жүру керек. Мен өзім Маңғыстауда туылғаныма, осындай керемет қасиетті жерде туылғаныма мақтаныш етемін. Туған жер дегенде өзіңнің тарихың, отаның, жерің, елің, салт дәстүрің, ән жыр күйің бәрі осы тақырыпқа кіреді. Сондықтан өзіңнің ән жыр күйіңді насихаттап жүру, салт дәстүрді барынша ұстанып жүру, туған жеріңді барынша құрмет тұтып жүру әр азаматтың парызы деп білемін. Сонау жылдары ауған соғысынан қасымыздағы қарулас достарымызды жоғалтып, көңіл күйіміз болмай, туған жерімізді сағынып, туған елімізге оралған кезімізде туған жердің қасиетін сезіндік. Өзімнің енді қазақ болғаннан кейін әркімнің туған жері өзіне ыстық дейді. Туған жер, мен өзім Маңғыстау облысы Ақтау қаласында дүниеге келдім, Қарт-Каспийдің жағасында. Өзім осы қазақ болып туылғаныма, оның ішінде осы Маңғыстау жерінде туылғаныма өте қатты қуанам. Себебі бұл жер қасиетті жер, қазақтың әр жері қасиетті дегенмен, Маңғыстауда әулиелі, әмбиелі жерлер өте көп. Құдайдың бір ерекше нұрының ерекше түскен жер деп білем. Мен сол үшін бір жағынан осы Маңғыстауда туылғаныма, Маңғыстауда қарап отырсаңыз, көптеген салт дәстүр, көптеген нәрселер сақталған, үлкенге құрмет, кішіге ізет, бәрі осы біздің Маңғыстау халқында бәрі бар. Осындай өлкеде туылғаныма, осы өлкеде, осы өлкенің топырағын басып жүргеніме мен Аллаға шексіз шүкір етемін. Қазақ халқы туған жерін, ата жұртын, өскен ауылын алтын бесігім деп келген. Соның ішінде өскен ауылы жас ұрпақтың бойына салт дәстүр, әдет ғұрып арқылы имандылықты, инабаттылықты, ізгілікті сіңіріп отырған алтын ошақ, алтын мұрасы деп білемін.